Қайырлы күн, құрметті оқырман. Абылай Қалдарбек YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта көп ата-аналарды мазалайтын сұрақтарды талдайық. Жалпы жатыршылық инфекцияның ішінде цитомегаловирустың төңірегінде көптеген жауап ала алмайтын сұрақтар бар. Соларға бүгінгі видеода толық жауап беретін боламыз. Бізге жалпы консультацияға келетін, біздің орталықта ем алатын ата-аналардың көбінесе қойылатын сұрағы, жалпы емдеу әдісінде бізде иммуноферментті анализдің рөлі қандай? Жалпы цитомегаловирус деген нәрсе бұл жатыршылық инфекция баланың дамуына да, жалпы алға қарай жылжуына да, тіпті баланың дамуынан артта қалуға да әсер ететін қасиеті бар. Енді цитомегаловирусты зерттеген уақытта иммуноферментті анализ және полимеразды цепная реакция тапсырамыз. Көбінесе бізге келетін ата-аналар қателесіп жатады. Яғни баласына тапсыртқызған кезде тек иммуноферментті анализді иммуноглобулин G түрін ғана тапсырады қаннан. Разумеется, ол бала бізде инфекциямен ауырғаннан кейін оған қарсы антитела шығарып тұрған бала G міндетті түрде положительный шығады. Және осының фонында баламда инфекция табылды деген сияқты үреймен, қорқынышпен бізге консультацияға келіп жатады. Біз барынша түсіндіреміз, ол тек баланың организмінде антитела. Дәл осы тұста сіздерге де айтатын нәрсеміз, если балада тек иммуноферментті анализден ғана шығып тұрса, оған қатты алаңдаудың қажеті жоқ. Себебі антитела жатыр ішінде жатқанда через плацента анасындағы инфекцияға да бала шығара алады. Яғни анасының иммунитеті жақсы болса, плацента арқылы балаға жұқпайды. Осы фонда тек бала сол анасындағы инфекцияға қарсы күш пайда болады. Осыны көрсетеді. Ал нақты балада вирустың көбеюі бар жоғын және оны емдеу қажет па қажет емес па білу үшін біз полимеразды цепная реакция, яғни баланың қанынан, сілекейінен, мочасынан 3 биологиялық материалдан количествосын, санын және оның бар жоқ качество түрін анықтайтын боламыз. Егер дәл осы анализде табылатын болса, оған толыққанды ем жасау керек. Көп алаңдататын сұрақтың бірі осы. Екінші нәрсе, баланың ағзасында осы вирус қандай қауіпке және қандай асқынуларға алып келуі мүмкін. Бірінші кезекте біз айтатын нәрсе, если баланың ағзасында болатын процесс, ол жатыршылық балаға вирусты өтуінің және зақымдануының мерзіміне байланысты. Жүктіліктің 3 триместріне бөлеміз. Егер бірінші триместрде болатын болса, көбінесе бізде выкидыш немесе замерший плод орын алады. Яғни ол бала дүниеге келу мүмкіндігі жоқ болады көбінесе. Себебі бірінші триместрде орталық жүйке жүйесі ішкі ағзалардың барлығының бастапқы сатысы дамып бастайды. Ал егер екінші триместр, яғни 12 апта мен 24 аптаның арасында инфицирование болса балада, көбінесе балалар бізде жүрек ақауларымен және бізде бронхолегочная дисплазия дейді, яғни өкпенің толық ашылып дамымауымен туылып жатады көбінесе. Ал если бізде көп жағдайда, егер 25 аптадан кейін инфицирование болатса, бұл жағдайларда балада дамуынан артта қалу, кеш сөйлеу, кеш жүру, кеш еңбектеу деген сияқты жалпы моторлы баланың дамуын шектеп жатады. Егер балаңызда осындай көріністер болса, міндетті түрде бұл инфекцияға зерттеу, ары қарай обследовать етіп баланы емдеу ешқандай артықтық шақырмайды. Және келесі, енді мен сіздерге айтатын нәрсе, бұл цитомегаловирустың әсерінен баланың бауырына келетін зақым. Көбінесе инфекциясы бар және дамуынан артта қалып жатқан, немесе қосымша неврологиялық симптоматикасы бар балаларды брюшной полость УЗИ түсірген уақытта бізде диффузды изменение немесе умеренный гепатомегалия орын алады. Бұл дегеніміз бауырдың көлемінің ұлғаюы. Яғни бұл инфекция бізде бауырдың жасушасына кіру арқылы оның көлемін ұлғайтып жатады. Бұл өз кезегінде ертеңгі күні бауырдың печеночный ферменттер дейміз, АЛТС-ның жоғарылауына, организмде токсин жиналуына, егер асқынған уақытта тіпті бізде бауыр циррозына дейін алып келетін процесс. Сол үшін егер сізде осы белгілер УЗИде болса, міндетті түрде оны кешеуілдетпей, толыққанды емдеп және соған толық зерттеп алғандарыңыз дұрыс. Цитомегаловирустың емі мен алдыңғы видеоларда да постоянно айтам, бізде противовирусты терапия мен иммунитетке қарсы терапия екеуі комбинировано бірге жүреді. Яғни біз бірінші кезекте вирусқа қарсы вирустың көбеюін тоқтатамыз және сол вирусқа қарсы шығаратын иммунитеттің санын көбейтеміз.
Егер дәл осы инфекцияның емі туралы немесе балаңызда табылған инфекцияны толыққанды емдегіңіз келсе, біздің орталыққа консультацияға келіңіз. Біз Шымкент қаласы Нұрсат 126 мөлтек. Біз Шымкент қаласы Нұрсат мөлтек аудан 126 адресі бойынша орналасқанбыз. Контактный данный барлығын төменде описаниеда қалдырам. Хабарласып, қосымша сұрақтарыңызды сұрасаңыздар болады. Және осы инфекцияға байланысты сізде сұрақ болса, комментарийге қалдырыңыз. Мен әрбірін жеке оқып, бәріне жауап беруге тырысатын боламыз. Каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаймыз.